топқа түсейін деп тұрған Аралдың өз баласы Зейнолла Шүкіріп шыққан сол кеше бөгеннің топырағынан шыққан біздің Ержеңіс Әбді бауырымыз бүгінгі айтысты бастағалы тұр. Ержеңіспен айтысатын Жамбылдан келіп тұрған біздің ерекше талантты ақын інілеріміздің бірі Нұрлыбек Құрманов. Бер жағында тұрған Ержеңіс, әр жағында тұрған Нұрлыбек, екеуі бірдей айыра алмай қалып жүрмеңіздер деп отпаған. Түрлері де бәрі де ұқсайды екен кәнекей. Ал сәттілік қолдап демеп отырыңыздар, ақындар да аянып қалмайды ғой деп ойлаймыз. Қыс келер жазы менен күзді өткерсе, аталы ұл сөз бастайды ізет көрсе. Айтысты серік әкім бастап берді, талай істі шешетін жүз кептелсе. Айтыс деген ұлы өнер өлмейді ғой, осындай құрметпенен тізбектелсе. Аралымның қасиеті болар бәлкім, әкімі ақындарын іздеп келсе, әкегагім, ай. Бісміллә деп бастаса сөйлеп тілім, жаратқан жәрдем қылсын жебеп бүгін. Аралым кие қонған құт мекенсің, қасиетіңмен белгілі бөлектігің. Қартарым өсиетін өнеге қып, жұрт білген жастарының зеректігін. Талай текті тұлғаны тудырғансың, өзіңді өрге тартқан өрекпінің. Ұлықтап Әбілхандай заңғарына айтыс жасап жатырған елеп бүгін. Бабалардың жырларын ұмытпаған ағайын атбасындай бөлек құның. Аралым алталашқа танытуда атасын қалай сыйлау керектігін, әкегагім, ай. Басталса ал ісімі жыр құраудан, шығарайық халықты бір құмардан. Аралым қазақтықтың бесігісің, кімдер келіп шықпаған бұл құрамнан. Апта сайын аулында көкпар беріп, күн сайын өсіп жатыр түрлі балуан. Әбілхандай ақынға айтыс жасап, шаруаның біразын тындыр алған. Сенен шыққан балықпен шуатыңда, әлем мойнын өзіне бұрдыр алған. Қазақты қалпын таза сақтап тұрған, өзіңсің өзгелерге үлгілі аудан. Рухымыз өлмейді ешқашанда, аман өтсек сынменен түрлі даудан. 17 облыстың әрқайсында, аралдай болса егер бір-бір аудан, әкегагім, ай. Талап пен табандылық таныттырған, алдымда Ақұдайдай халық тұрған. Жаратқанға шүкірлік Ержеңістей, Аралдың ұлыменен жолықтырған. Ақұдайлар ақылды халық деушет, Ержеңісте пысық қой жанып тұрған. Өткен жол қазалыда айтыс өтіп, Ержеңіс бас жүлдесін алып тынған. Одан кейін Толыбай батырдың да айтысында жұлдызын жарық қылған. Осы аймақтан шықпайтын болып апсың, аралдықтар болған соң қарық қылған. Елсізді математик деуші еті, есепті шемішкедей шағып тұрған. Есеппен жүретінің көрініп тұр, жүрген жерде нәсібін тауып тынған. Тойған жерге келетін 9 рет, математик екенсің ғой барып тұрған, әкегагім, ай.
сөзін жобалаймын, әлгі сөзін жақсыға баламаймын. Қазалыдан баспайге алғанымды айтып боп отырау табалаймын, деп отырау табалаймын. Туған жерге 9 рет келдің дейсің, мен оны түсіндіріп саралаймын. Құдай-ау кеп тұрым ғой туған жерге, аралдан басқа шақты қаламаймын. Туған жер менен артық ұл тапсаң да, мен бірақ сенен артық таба алмаймын. Құмыра тіксең дағы қатысамын, бәйгенің көлеміне қарамаймын. Алтынның бағасынан 1000 есе артық, халқымның ықыласын бағалаймын. Нұрлыбек неге бұлай бұлданады, жөн болар ендағасын тыңдағаны. Құдайлар ақылды халық па деп, түсініп отырсыңдар бұл баланы. Көк теңіздің табаны құрғаса да, елдің аузы балықтан құрғамады. Балық деген фосфор ғой, омега ғой, тұнып тұрған дәрумен тым бағалы. Мыңдаған витаминді жеп жүргесін, миымыз қуаттанып шыңдалады. Осы жайды ескермей отыр мекен, Тараздың кеп отырған бұл қонағы. Құдайлар ақылды халық дейді, бұған жауап бермесем сын болады. Аптасына 7 рет балық жесе, ақылды болмағанда кім болады? Болмаса бізде егер күнде балық, мүлдем балық, аштан аш қырылар ет бірден қалық. Балықсыз өмір сүру мүмкін емес, теңізбен егіз өсіп өмір сүрген халық. Мысалы мен балықпен той жасаймын, айтыстан келген сайын жүлдемді алып. Бұл балық жапондардың ұлттық асы, мұхиттан несібесін ілген барып. Португалдың килкейі консервісі, Испанда капчоны боп сүрленді анық. Қытайдың ба білмеймін, кәрістің бе, хе деген салатына кірген балық. Немістің ағылшынның сөйлеткісі, орыстың оқысында жүрген балық. Әлімдердің әйгілі жеңсік асы, қарманың қамырына сіңген балық. Бұның бәрі біздің көк теңізде бар, қуырып та асып та жүрген халық. Теңіздің жағасына қоныстанды, осылардың барлығын білген халық. Ол әрине ағайын өздерін ғой, қол соқпай отырсыңдар мүлдем нағыбай. Сұранып арасынан сабағымның, атбасын ауылыма ғана бұрдым. Аралым кіндігімнің қаны тамып,
ең алғаш тиген жері табанымның. Туған жер сенде туып, сенде өстім. Куәсісің алғашқы қадамымның. Бұл жерде әкем дөтті, анам дөтті. Сон ойласам шалады қабағым мұң. Ағайын өздеріңді көрген сайын, жас тұнады ішіне жанарымның. Ақұдай деген тәтті сөздеріңді, сөздеріңнен ең ыстық махаббатты ала білдім. Келген сайын көңілімді толқытатын не сиқыры бар екен аралымның, ай. Тартысып тұрмасам да жұлып етін, ретім бар мәселеңе үңілетін. Ең ұзын ақын маған бұйырыпты, мен емеспін мұндайда түңілетін. Аузының салымы бар жігіт едім, несібесі өзіне жүгіретін. Өйткені балық шелдің баласымын, ауына сазан жайын ілігетін. Нұрлыбек сазан болсаң ұтылмайсың, қармаққа түссең қашып құтылмайсың. Амал жоқ, ауланғасын білесің ғой. Ауа жетпей басында тыпырлайсың. Сонан соң қабыршағың аршылады, санап жатқан ақшадай шытырлайсың. Сонан соң ауға аунап, ұнға аунап, қайнап жатқан шімішкі майға түсіп пытырлайсың. Сонан соң не болары белгілі ғой. Піскесін қалай ғана жұтылмайсың. Ауызға қуырылып кіргеннен соң азудың арасында қытырлайсың, ай. Оңынан туса дағы айы күліп, балықшыда болады уайым үміт. Бісмілләңді балықтан бастадың ғой, болған соң бабаңызға сайырылық. Нұрлыбекті майшабақ деп бедіңіз, қармағыңа қалатын жайылынып. Қайығың аударылып қалып жүрер, құйрығымен құлатса жайын ұрып. Балыққа жем болатын түрің бар ғой, ескексіз екі қолың қайырылып. Сондықтан да ер аға сабаңа түс, ағамның бірі едің пайы мынық. Балықшысың деген сайын, ауыңыз кетпесінші айырылып. Әгигагым, әгигагым, ай. Құлаған кірпішіңді қалайтындай, жыртылған тесігімді жамайтындай. Аралым қазыналы байлық екен, қазақтың бақытына балайтындай. Қазақтың шаңырағында той болмайды, өмір құл Шымбергеннің ән айтылмай. Белгілі қамбаш теңіз сазандары, күттірмей қармағыңды қабатындай. Ал енді Қарақұмның даласында 7 жыл жұт болмауға жарайтындай. Тікені жоқ тірсек деген балығыңда 6 құрлық әлемге тарайтындай. Аралымның жерінен шығатын тұз, талай тұзды 10 рет орайтындай. Аралымда екен ғой барлық байлық, жұрт қызы
қазынаңа қызыға қарайтындай, көре алмаған дұшпанда қызғаныштан аралдың тұзын келіп жалайтындай, әгигагым ай. Шалқақтап шаба алмасаң шабан құсап, көрінесің өлеңге сараң құсап. Ұстаздардың айлығын көтеруде білімге таяғандай табанды сәт. Ереке математик ұстаз едің, сахнада ашарсың маған құшақ. Бірақ бүгін көңіл күйің жоқ болып тұр, өтіп жатқан күндерің қараң құсап. Басыңды көтеріп аға отырсайшы, айлығы көтерілген адам құсап, әгигагым ай. Шіркін ай, не деп отыр бұ жас адам? Мұғалім болады ғой шыдас адам. Ол рас жалақымыз көбейіп ед, еңбекті сынау керек сынаса адам. Азаннан кешке дейін сабыламыз, күн сайын қымыжыны құраса алам. Әр баланың құжатын жеке жинап 40-50 папканы буа салам. Түнімен сабақ жазып 2-де ұйықтап, таң атпай 5-те оңай тұра салам. Оқушым төмен баға алып жатса, тек өзімді кінәлі қыла салам. Шәкірт үйінде бұзықтық жасап жатса, айыбын өзім алып жуа салам. Сөйтіп жүріп дайындайым ұбытыға, арасында айтысқа да шыға салам. Осылардың барлығын жасай алсаң, Нұрлыбек тақпаймын ғой кінә саған. Жалақымды ұнатсаң, сонан кейін сағатымды берейін мына саған ай. Қақпанды ағасына құрады ғой, мен құртқан інімнің сұрағы ғой. Бісміләңді балықпен бастадың дейді. Балық деген аралдың құмары ғой. Әлемнің қай жеріне барсамдағы, бірден ақ аралдық деп ұғады ғой. Өйткені сөзімнен де, өзімнен де балықтың иісі шығып тұрады ғой. Кеудемде алапат күш бұлқынады, өлең боп көнер емес ырқым әлі. Қасиетті аралдың топырағынан мықтылар туа берер мүмкін әлі. Мырзастан туып өскен нұр туғанның жырлары жыр көгіне ұмтылады. Бөгенде туып өскен Зейнолланың өлеңін жат қоқып жүр жұртым әлі. Құландыдан туылған Әбдіжәміл кітабында қаншама сыр тұрады. Қарашалаңда туған Мұрат ағам күйі мен жыры қатар құлпырады. Аралым айдын шалқарым деп жырлаған, бұл жерде Әбілхандай дүр туады. Бірыңғай шайырлардың топырағында әбекең тумағанда кім туады ауай. қалыспай
ай құлынында тайғұнаннан, жасынан топтан озып бәйгін алған. Нұрлыбек жүйрік дүлдүл ақын едің, алдына жан салмаған ой құраудан. Ал бүгін сол шабытың көрінбей тұр, сияқты жұмыс таппай қайғыланған. Тараздағы асаба ақынсың ғой. Талайларды той кезінде тайдыр алған. Халық банкінен айлықты алмаса да, халықтың банкісінен айлық алған. Арыны той дегенде бөлек екен, жалыны айтысқа кеп сөнеді екен. Той думанды қыздырған бұл Нұрлыбектің, бет ашарда шабыты келеді екен. Алдына 3 литрлік банкі қойса, ақшамен жырды қатар төгеді екен. Бір жарты бөтелкені алып берсе, тері шығып тұлпардай желеді екен. Шабыты келу үшін бұл Нұрлыбек шишаға жақын тұру керек екен. Ай! Тойға шығып жүргенім елге анық қой. Қолдансаң сенде аға қолданып қой. Халықтың банкісінен ақшалаты дегенің сахнадағы олданық қой. Ереке оған несін таңғаласың, біздерді асырайтын ел халық қой. Банктерде қызарған ақша болса, басқарып жүрмеседім, жалданып той. Беташарда банкіге, беташар банкісіне тейіспегін, ол деген берекелі мол банк қой. Халықтың ортасында тұратұғын, нағыз халық банкісі сол банк қой. Агигагым, ай. Біз қашан тақырыптан ауытқы бек, атымнан естіп бедің ауыпты деп. Ол рас той басқарған асабамын, жүрген олмын, еліме сауық тілеп. Халал тойдан табамын бұйырғанын, ақшамды жатпасам да тауып күреп. Бір жартыны қозғадың арақ жайлы, атыңыз былай қарай шауыпты дек. Тойған емес тойынған адамдар көп, тұрғандай жердің бетін анық тіреп. Ақшасы көп болған соң заңнан қорықпайды, оны да мына отқан халық білет. Ішіп алып көлікке мінген кезде, естейсің бір байғұсты қағыпты деп. Одан кейін ертеңіне заң шығады, кінәні өлген жанға тағыпты деп. Сондықтан да ереке аптық бағын, осы ғой қараңғылық анық түнек. Мас болып жүргендерден бұл күндері, мастанып жүрген жандар қауіптірек. Агигагым, ай. Шығысымда шырайлы шұғыла тұр, батысымда бет түзеу құбыла тұр. Елі бай жері жомарт бұл аралдың, даласында дархандық сыры жатыр. Қарттарының ойында ымыра тұр, жастарының бойында білім ақыл. Сартаймен жылқышпайдай тұлғаларың, елі үшін қан кешкен ұлы батыр. Шөмішбай Нұртуғанмен Әбілхандар сайраған шаршы топта тілі батыл. Нұрмұғамбет
бек ұзақ ақындардың мұра боп мұрағатта жыры жатыр. Осынау жақсылардың жолыменен ержеңіс бек сұлтандар шығып атыр. Аралда бала туса ақын болады, немесе ел қорғайтын ақын болады деп бүгін қалыптасқан ұлы нақыл. Алда жалда келіндерің егіз туса болады, бірі ақын бірі батыр. Әгигагым, әгигагым ай. Бәйге вермес тұлпар болған аралым, самға ұшқан сұңқар болған аралым. Армандарды ақсатпаған ешқашан, үміттерге іңкәр болған аралым. Алталашым мақтан қылған аралым, әрбір таңың атқан нұрдан аралым. Топырағында Әбілханды тудырып, топырағына аттандырған аралым. Талайларды шаттандырған аралым, бағымызды батпан қылған аралым. Нұр туған мен бек ұзақтай ақындар, жыр шабытын шоқтандырған аралым. Сұлу жерге малдас құрған аралым, адалдықты жолдас қылған аралым. Қанындағы тектілікті жоғалтпай, салт дәстүрін жалғастырған аралым. Айтар болсам аралдағы халықты, тұрмысына серік еткен балықты, тереңінен теріп жүріп теңіздің өрмі сүріп жатқан ел ғой қалыпты. Осы елдің балық деген байлық еті осы елдің, осы елімді жырға қосып өсермін. Ғасыр бұрын жарты әлемге жарқ етіп, өз қолымен алғыс алған көсемнің. Арал деген ұмытылмас ұлы атың, сан ғасырлық мақсатың мен мұратың. Қазағымның түп қазығы өзіңсің, түп тарихы қан мен терден тұратын. Сенде туған сүйкімді қыз сүйікті ұл, жайсаңдарды жатыр далаң жиып кіл. Мұнша бақыт қасиетті аралым, құшағыңа қалай ғана сыйып тұр. Бас етін барша алаш баласы, қасиетің қазақ үшін биік тұр. Қара бұлтқа оранбасын көк аспан, күнің күліп көк жиектен жол ашқан. Жолдас қылған ынтымақ пен бірлікті, ел болайық бірлігіміз жарасқан. Аяқтандар, болды, аяқтандар. Тақырып жоқ. Не дейді Мұрат ағамыз? Сен ән айтсаң мен де әнді арнайын, ақұдайлы. Сен ән айтсаң мен де әнді арнайын, ақұдайлар әніне сап толғайын. Шын берген боп салсаң егер термеңді, шын болат боп салсаң егер термеңді, шын берген боп мен де елге арнайын. Болды. Сәл азғантай мұрсат берсең ағайын, көңілімді бір серпілтіп алайын. Мұрат аға айып етпе балаңды, шамамызша бір ар өлең салайын. Ей ақұдай ағам, жасай бер мәңгі. Көк теңізге жақын тұрған аралым, шешен мен бей батыр туған аралым. Осыларды жырға қосқан әйгілі, Әбілханды ақын қылған аралым. Жыр көгіне осы аралдан ұмтылған, бұл ауылда талай мықты ұл туған. Білегімен ел қорғады, Жанғожа жүрегімен ел жырлады нұр туған. Ей бабаларым-ай, даналарым-ай, жауған айза түйрегенде ақұдай,
елді өрге сүйрегенде Ақұдай, самолетке таяқ атып аспанға, Самарқанды билегенде Ақұдай. Еркелетіп әр балаңды қолдағы, қошеметтеп отырсаңыз болғаны. Қошеметте сұрамаймыз аса көп, үй Ақұдай десеңіздер болғаны. Нұрлыбек ау інім едің менің де, бір ағам бар деп жүрерсің кемінде. Осы менен қоштасайық өзіңмен, менен басқа еш ақыннан жеңілмей. Артық айтсам айып етпе ағаңды, ала көрме інім енді көңілге. Ей, бәрекелді. Ақұдай жаным, аман болмаң. Бәрекелді. Ержеңіс Әбдиев, Нұрлыбек Құрман. Қошеметтеріңіз.